Сәлем достар, бүгінгі видеомда сіздерге көк шайдың адам ағзасына қаншалықты әсер ететіні жайында айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де достар, каналыма тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Шай бұл бүкіл әлем бойынша көп қолданылатын сусындардың бірі. Оның шөлді басып, ағзаны сергітетін, әрі нәрлендіретін қасиеттері бар. Ал шайдың бауырға әсері қандай? Жапондықтар мен қытайлықтар көк шайдың бауыр ауруларының алдын алу үшін ішеді екен. Көк шай жоғарыда айтып өткеніміздей бауырды аты жаман аурулардан сақтауға септігін тигізеді. Көк шайды ішу арқылы біз бауыр жасушаларын қорғай аламыз. Оның құрамындағы өте көп мөлшердегі антиоксиданттар осындай күшке ие. Сонымен бірге бауырды түрлі токсиндерден тазартады. Көк шай қандағы су, тұз алмасуын қалыпқа келтіріп, несеп айдайды. Мұның бәрі бауырдың жұмысын жеңілдететіні сөзсіз. Тіпті көк шайдың бауырдың патологиялық ауруларының алдын алатын кереметтей әсері бар. Алайда көк шайды тым көп ішуге де болмайды дейді мамандар. Өйткені көк шайды шамадан асырып ішкенде бауыр жеткіліксіздігіне және де артериялық қан қысымының күрт төмендеп кетуіне алып келуі мүмкін. Көк шайды күніне 3 шыныдан артық ішпеген абзал. Сонымен қатар артық салмақтан арылтады. Көк шайды жиі ішіп тұрсаңыз, ағзаның ас қорыту қызметі жақсарады. Сондай-ақ іштегі майды кетіретін қасиеті тағы да бар. Құрамында ақуыз мол болғандықтан өте тойымды сусын болып саналады. Өмірді ұзартады. Жүрек қантамыр ауруларының алдын алғыңыз келсе, көк шай ішіңіз. Сонымен қатар ол бүйректегі сыртқы факторлардың әсерінен қорғайды. Холестерин деңгейінде төмендетеді. Көк шай ағзадағы жаман холестеринді азайтып, жақсысын арттырады. Зерттеу нәтижесіне сүйенетін болсақ, күнде көк шай ішетін адамдардың ағзасындағы холестерин құрамы әлде қайда аз болады. Теріге күтім жасауға да болады. Көк шай теріні жақсы ылғалдандырып жаңартады. Құрамында катехин мол болғандықтан терінің ескеруіне жол бермейді. Ал полифенолдары теріні созылғыш етіп, ультрафиолет сәулелерінен қорғайды. Тіске күтім жасаңыз. Тісіңіз жиі ауыратын болса, көк шайды жиірек ішуіңіз керек. Ол қызыл иектің ісінуін басып, тістің бұзылуына жол бермейді. Сондай-ақ кариестің алдын алады. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Көк шай есте сақтау қабілетін жақсартып, зеректікті арттырады. Ол құрамындағы полифенол мен катехиннің арқасында болатын нәтиже. Себебі олар ми жасушаларының бұзылуына әсер ететін бос радикалдарға төтеп бере алатын мықты антиоксиданттар болып келеді. Бүгінгі видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.